Бүгін муравейник жасаймыз. Ол үшін 200 грамм ерітілген сливочный маслоға 3 ас қасықпен құмшекер, 3-4 ас қасықпен сметана 20%-дық менде. Содан кейін 400 граммдай ұн қажет. Осының бәрін илеп, міне осындай муравейниктің тестосын жасап, холодильникке жарты сағатқа қойып алдым мені уже. Енді терканың осына үлкен жағымен өткіземіз. Пергамент қағазы болса, астына төсейміз. Қағаз жоқ болса, осылайда кішкене май жағып сала берсеңіздер болады. Міне осы бойда 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Менде мұнда маргарин, бірақ сливочный масло қосуымыз керек. 120 грамм кремний. Оған 2 ас қасықпен құмшекер, 3-4 ас қасықпен осындай вареная сгущенка. Осыны жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін дайын болған муравейниктің тестамыз бағана пешке қойдық қой, соны үгітіп осылай стаканға саламыз. Әр түрлі формада жасасаңыздар болады, доңғалақтап жасасаңыздар да болады. Маған бірақ осы түрі ұнайды. Міне дайын болды. Бетіне шоколадпен әдемілеп сахарный пудра сеуіп